Сәлем достар, бүгінгі тақырып прикорм. Яғни балаға тамақ беруді қай кезде, қалай, қашан бастау керек. Жалпы балаға тамақ беру 4 ай мен 6 ай арасында басталу керек деп айтып жатамыз. Бірақ 4 айда ол жаңағы смеспен ішетін балаларға қосымша тамақ басталады, ал 6 айда ол емшекпен еміздірілетін балаларда басталады. Осы 6 айда тамақ беруді бастаған кезде біз ең алдымен баланың сол тамаққа деген қызығушылығы бар ма, жоқ па, соны байқауымыз керек. Яғни біз оны қалай байқаймыз? Оны үстел басына отырған кезде, барлық жанұя жиналған кезде, ол өзінің бөлек тамақ ішетін орындығына отырған кезде, сол кезде жаңағы өзіңізде жаңағы тамақ жеп жатқан кезде ода кішкене сілекейі ағып, нем деп сіздің тамағыңызды жегісі келіп, сізге сол тамаққа қарай ұмтылып жатса, онда балада қосымша тамақ жеуге деген қызығушылық бар деген сөз. Яғни қосымша тамақты қажетсінеді деген сөз. Осындай соның қызығушылығын байқағаннан кейін, сондай сілекей аққан немесе сіздің қолыңызға талпынып жармасқанын байқағаннан кейін біз оған қосымша тамақ беруді бастауымыз керек. Негізі қосымша тамақ беруді жеміс жидектермен, көкөністерден бастап жатады. Ең бастысы негізі көкөністерден бастаған дұрыс, себебі бірден тәтті жемістерден бастап кетсек, онда бала соның тәтті екенін біліп алады да, сосын басқа мысалы картошка, сәбіз сияқты заттарды онша жемей қоюы мүмкін. Сол себепті ең жақсы, ең дұрысы, егер қышқылтым алма болса, сол қышқылтым алмадан бастау керек. Тәтті алмадан бастауға болмайды. Қышқылтым алма болса, қышқылтым алмадан бастау керек. Болмаса, сәбізді жақсылап қайнатып, әбден езілгенше қайнатып, сөйтіп езіп, әбден оны езіп, майдалап, сөйтіп кішкентай қасықтың бір жартысындай ғана қылып беру керек. Кішкентай тамақ ішетін қасықтың, кәдімгідей кішкентай тамақ ішетін қасық бар ғой, кішкентай қасық, қант салғанда араластыратын қасық секілді ше, сол кішкентай қасықтың жартысын ғана беруіміз керек болады. Бірінші күні ол. Екінші күні біз сол кішкентай қасықтың үлкен бір бөлігін берсек болады. Үшінші күні кішкентай қасықтың 1,5 бөлігін берсек болады. Төртінші күні 2 қасық берсек болады, сондай кішкентай қасықпен. Солай кішкене дозасын көбейтіп, күніге осылай біртіндеп үйретеді екенбіз. Бірінші мысалы бір түрлі затты, негіз прикорм бастаған кезде, бір түрлі затты бір аптада, 10 күнде енгіземіз. Барлығын бірден беріп жүрге болмайды, барлығын бірдей баланың асқазаны қорытпайды. Көбіне неден инстаграмда қазір шығып жатыр, сама прикорм деген нәрсе, бәрін бірден қойып бере салады, бала қайсысын жегісі келсе жейді дейді. Бірақ белгілі бір затқа үйретіп алғанымыз дұрыс. Себебі бала енді ғана бастап жатыр, ол балаға қиын болып кетеді, бәрін бірдей жей берген. Ол дұрыс емес. Бәрін бірдей, өзімізде біз жаңа нәрсені көрмеген кезде, тіпті үлкен адамның өзі, бір нәрсені көрмеген кезде бәрін бірдей жеп қалса, ішіне нагрузка түсіп кетеді ғой. Сол секілді ол балаға нагрузка болуы мүмкін. Сол себепті бір затты бір аптадай уақыт өткенше біз беруіміз керек. Мысалы, қышқылы алмадан бастадық па, қышқылы алманы сол бір апта беруіміз керек. Болмаса сәбізден бастадық па, сәбізді бір аптадай беріп жүруіміз керек. Сосын келесі аптада мысалы картошканы беріп бастасақ болады. Сөйтіп картошканы бір апта беріп, картошкадан кейін жайлап, мысалы қызылшаны беріп бастасақ болады деген секілді. Осылай, болса кабачокты беріп бастасақ болады. Болса цветная капуста, түрлі түсті капуста, соны беріп бастасақ болады деген секілді. Осындай 3-4 түрлі жемісті бір айдың ішінде балаға беріп үйретуіміз керек. Одан кейінгі жайлап кашаны енгіздірсек болады, яғни ботқаны. Ботқа әртүрлі қазір кезде дайын ботқалар бар, аптекада сатылады. Майдаланған ботқалар болу керек. Сүт қосып бермейміз, болмайды, тек қана суға қайнатып береміз. Сүт өнімдері жалпы 11 айда қосылады. Ал оған дейін бір жастан бастап сүтті беруге болады. Ал оған дейін біз сүт өнімдерін қоспаймыз. Мысалы, осылай көкөністердің бір түрін бір айлық уақытта үйреттіңіз ғой, одан кейін алма, алмұртты беріп қырып қасықпен берсеңіз болады.
сөйтіп жаңағы көкөніспен бірге ол жеміс жидекті де жейді. Сосын одан кейін ботқаны мен алдында айтқанымдай аптекаларда сатылады. Майда үгітілген жаңағы ботқалар. Су құясыз да кішкене қайнатасыз да бересіз. Әртүрлі ботқалардың түрі бар. Жүгері ботқасы бар. Не ботқасы бар, кәдімгідей гречка ботқасы бар. Сосын одан кейін күріш ботқасы бар. Осы бір 3-4 түрлі ботқа бар. Осы 3-4 түрлі ботқаны алып жайлап берсеңіз болады. Бір ай жаңағы көкөністі, жаңағы жеміс жидектерді жеп үйренгеннен кейін 7-ші айда осы ботқаны бастап берсеңіз болады жайлап. Ботқаны мысалы азанғы уақытта берсеңіз, өзінің жаңағы сыртына жазып қояды, қанша неде беру керектігін, қанша мөлшерде беру керектігін. Бірақ сіз енді ғана бастап жүрсеңіз, онда оны да жайлап қасықтап үйретуіңіз керек болады. Себебі барлық бір ботқаны бірден жесе, баланың асқазаны көтермей қалады. Сол себепті жайлап үйрету керек болады. Кішкентай қасықпен алып, жайлап үйрету керек ботқаны. Тап солай. 1 апта бойы үйрету керек болады. Оны мысалы азанғы уақытқа қойып қойсаңыз болады ботқаны. Себебі азаннан бір белгілі бір уақыт өткенше азанда бала кішкене бодыр болып тұрады. Бала қарны аш болып тұруы мүмкін, болмаса сүтке тоймай тұруы мүмкін деген сияқты түнгі сүтке. Сол кезде жеп болғаннан кейін біраз бала ойнап, қунағаннан кейін ұйқысы болса ұйықтайды, түске дейінгі ұйқысы болса, түске дейінгі ұйқысы болмаса, ары қарай түскі уақытқа ұйықтар алдында жеңілірек тамақ бергеніңіз дұрыс. Көкөніс болмаса жаңағы жеміс жидек деген секілді. Сол жеміс жидекті түскі уақытқа қалдырсаңыз болады. Одан кейін жайлап сорпа бере берсек болады. Еттің сорпасын жайлап ішкіздіре берсек болады. Онда да жайлап жаңағы кішкене қасықпен 1 ұрттам, 2 ұрттам қылып жайлап үйретуіміз керек. Осылай біз жаңағы прикормды осылай бастайды екенбіз. Одан кейінгі айларда мысалы кейбіреулер 8 айдан беріп жатады, кейбіреулер 9 айдан беріп жатады етті. Етті сол бір 8 айдан асқан соң 9 айға жақындағанда беруге болады етті. Онда да майда бөлшекпен береміз, жайлап енгіземіз етті. Одан кейін сүт өнімдері болады. Сүт өнімдері айран, йогурт сияқты заттар. Енді йогуртты алуға онша кеңес бермесем, оның тәттісі болуы мүмкін. Қазір тәттісі жоқ йогурттер де бар, Актива секілді. Тәттісі жоқ йогурттерді беруге болады. Болмаса жаңа қолдың затына ештеңе жетпейді ғой, қолдың айранын берсеңіз болады. Өзіңіз жасап берсеңіз де болады қолдың айранын. Жатар кезге болмаса түстен кейінгі уақытқа берсеңіз болады қолдың айранын. Ол бір 10 айдан кейін болу керек. 10 айдан кейін, себебі сүт өнімдері ең соңғы болып енгізіледі. 10 айдан кейін 11 айға таман осындай сүт өнімдерін берсеңіз болады. Бірақ сүттің өзін емес. Сүттің өзін тек 1 жастан асқаннан кейін онда да ботқаға қосып беру керек. Бірден сүттің өзін бере салуға болмайды, себебі баланың асқазанына ауырлық қылуы мүмкін. Біз 1 жасқа дейін тек қана сүт өнімдерін, яғни айран, сүзбені берсек болады. Сүзбеден әртүрлі нәрсе жасап берсек болады. Сүзбені есіп берсек болады деген секілді. Осылай біз баланы қосымша тамақтандыруға үйрете алады екенбіз. Достар, егер де сіздерге ақпарат пайдалы болса, жазылыңыздар арнама. Ұнаса лайк басыңыздар, ұнаса бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, осы қосымша тамаққа байланысты қойыңыздар. Мен міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап берем. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, себебі Алла қаласа алдағы уақытта әлде сіздерге арналған талай пайдалы қызықты видеолар болады. Көргендеріңізге рахмет.